оқушылар, сіздермен бірге Октябрьдің 50 жылдығы атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің математика пәні мұғалімі Абакуменко Мөлдір Түгелмін. Бүгін сіздермен 5 сыныптың математика пәнінен ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану тарауының ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың оқу мақсаты: бөлшектерді бір жазу түрінен басқа бір жазу түріне ауыстыру. Сабақтың мақсаттары: барлық оқушылар ереже арқылы ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыра алады. Оқушылардың басым бөлігі ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыра алады. Кейбір оқушылар ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыра алады, өзін-өзі тексере алады. Ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазу үшін: бірінші, бөлшектің бүтін бөлігін өзгеріссіз қалдырады. Екінші, алымына үтірден кейін тұрған сан жазылады. Үшінші, бөліміне бір цифр мен үтірден кейінгі цифрлар санына тең нөлдер жазылады. Қажет кезінде бөлшек қысқартылады. Мысалы, 1,531 бөлшек. Ережеде айтылғандай, бүтін бөлігі өзгеріссіз өзі қалды. Үтірден кейінгі сан бөлшектің алымына түседі, ал бөлшектің бөліміне бір цифры, сонымен қатар үтірден кейін қанша сан болса, сонша нөл тіркеліп жазылады. Сол сияқты 2,173. Тағы да бөлшектің бүтін бөлігі өзгеріссіз қалды. Үтірден кейінгі сан бөлшектің алымына түсті, бөлшектің бөлімінде бір цифры және де 2 нөл тіркеліп жазылды. Себебі 73-те 2 цифр, 2 нөл жазылады. Сол сияқты 1,49. 0,38. Осы жерде 0,38 бөлшегі қысқартылды. Яғни ережеде айтылғандай қажет кезінде қысқартылады. Яғни 1038-ді екеуін 2-ге бөліп жетті. 10-ды 2-ге бөлді 500, 38-ді 2-ге бөлді 19. 500-ден 19 бөлшегі қалды. Жаттығулар: ондық бөлшектерді оқып, оны жай бөлшек немесе аралас сан түрінде жазыңдар. Бірінші бөлшек: 0,133, 0,107, 0,304, 0,186, 0,10,9345, 6-шы 0,100,804. Яғни шығарылуы 0,133. Бүтін бөлігі 0 болғандықтан ол яғни жоқ, жазылмайды. Үтірден кейін 33. Ол бөлшектің алымына кетті, 133. Дәл сол сияқты барлық жерде де бүтін бөліктері 0-ге тең, сол себепті бүтін бөліктері жоқ. 107. Неге 107? 7-ні алымына жаздық, бірақ үтірден кейін 2 цифр тұрғандықтан 107 деп жаздық. 0,304. 304. Қанша цифр, сонша нөл тіркеледі. Мына жердегі сияқты 0,100,804 де 100,000. Бірақ 804. Кейбір оқушылар ойлауы мүмкін, мына 2 нөлмен бірге жазамыз. Олай болмайды. Бізде 0,804 деген сан жоқ қой. Сол себепті тек қана 804 деген сан жазылады. Ал қанша цифр тұрса түрде, сонша нөл бөліміне жазылады. 611 есеп: 0,398, 0,126, 0,375, 0,10,56 ондық бөлшегін жай бөлшек түрінде жазып, қысқартуды орындаңдар. Яғни, көріп тұрғанымыздай 0,398 ондық бөлшегін жай бөлшек түрінде жаздық, содан кейін барып қысқарттық. Бөлшектерді қысқарту дегеніміз, яғни бөлшектің бөлімінде, алымында бірдей санға бөліп тастау. 1000 мен 398-ді 2-ге бөлдік, 1000-ды 2-ге бөлдік 500, 398-ді 2-ге бөлдік 199. Екінші 0,126. Бүтін бөлігі ғой, сол себепті жазылмайды. 126. Бұл бөлшектің алымы да бөлімде 2 санына қысқарады, сол кезде 50-ден 0 шығады. Келесі 0,375. 375. Яғни бұл бөлшектің бөлімінде, алымында 125 санына қысқартамыз. Сол кезде 1000-ды 125 бөлгенде 8, 375-ті 125 бөлгенде 3. Келесі 0,10,056. 10,056.
бұл екі бөлшекті де 8 деп сатамыз. 10.000-ды 8-ге бөлсек 1250, 50.000-ды 8-ге бөлсек 7 қалады. Үйге тапсырма. Номері 613 есеп. 5,6, 5,18, 5,61, 5,181 ондық бөлшектерін жай бөлшектер түрінде жазыңдар. Шыққан жай бөлшектерді фигура ретімен орналастырыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.